Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кешкі асқа өте оңай әрі тойымды жеңіл тағам жасаймыз. Алдымен тауықтың етін, филесін қуырып алатын боламыз. Алдымен осылай ештеңе қоспай қуырамыз. Сосын өзі осылай суы шығып қуырылғаннан кейін татымына қарай тұзын, бұрышын, специяларымызды салатын боламыз. Әбден қуырамыз қызарғанша дейін. Одан кейін пиязымызды тураймыз, специяларымызды саламыз, және де сәбізімізді, тәтті бұрыштарымызды да турап салатын боламыз. Мен әрдайым осы роллтың специясын қолданамын. Тағамдарымды өте дәмді қылады. Және де чесноктың осындай сушеный түрін қостым. Дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Әбден қуырамыз. Өте жеңіл дайындалатын кешкі ас, немесе түскі асқа жасасаңыз болады, ауызашарға жасасаңыз болады. Мінекей сәбізімізді және де тәтті бұрыштарымызды осылай ірілетіп турап шықтым. Себебі әдемі болып көрініп тұруы үшін мен ірілетіп турадым. Оны да жақсылатып қуырып аламыз. Одан кейін бір помидорымызды да ұсақтап турап саламыз. Соғы әдемі болып шығуы үшін, немесе томат қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Және де мен әрдайым тауық етін қуырған кезде осындай терияки соусын қосатын боламын. Өте дәмді болып шығады соустарыңыз, подливаларыңыз. Және де оны да қосып араластырамын. Кішкене бір ас қасықтай ұн себетін боламын. Подливамыз біздің сұйық емес, қоюлау болуы үшін ұн қосып тағы да араластыра жіберіп, үстіне кішкене су құятын боламыз. Бетінен асырып суымызды құйып, және де екінші табаға гарнирімізді пісіретін боламыз. Суымызды құйып, жаңағы подливамыздың суын астын басып қоятын боламыз, және де толықтай піскенше дейін күтеміз. Ал гарнирімізға күрішімізді әбден жуып тазалап қуырамыз. Бірінші қатты отта осылай қуырамыз. Одан кейін осындай кішкене вермишелімізді қосамыз. Кішкене ұсақтау вермишельдер. Бұл арнайы гарнирге арналған, немесе кашаға қосуға болатын вермишель. Екеуін араластырып отып қуырамыз да бетіне дейін суын құямыз. Кішкене бетінен суы асуы қажет. Татымына қарай тұзын саламыз. Және де оттың астын басып, толықтай піскенше дейін жай отта пісіріп аламыз. Мінекей біздің гарниріміз дайын болды, шашыраңқы болып, өте әдемі болып шықты, және де тойымды ерекше болып шығады. Мен әрдайым осындай гарнир дайындаймын. Және де біздің подливамыз да дайын болды. Тауық етіміз толықтай пісті, өте тез піседі негізі. Қасындағы жаңағы сәбізіміз барлығы жұмсарып піскенше дейін толықтай пісіреміз. Мінекей өте дәмді кешкі асымыз дайын болды, жасап көріңіздер. Одан кейін қасына осындай ерекше дәмді пицца жасасаңыздар болады. Дәл пиццериядағыдай болып шығатын тестасымен және де сырының созылмалы болуының құпиясымен бөлісетін боламын. Бұл жерде тестамызды 2 пиццаға арнап жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Алдымен жылы суға кішкене сүтімізді құямыз, ол да жылы болуы қажет. Одан кейін сұйық майымызды құйып, үстіне дрожжымызды және де тұзымызды саламыз. Жақсылатып барлығын араластырамыз. Кішкене қантымызды қосамыз. Жақсылатып барлығын араластырамыз. Бірден тестасын дайындайтын боламыз. Ешқандай апара қоймаймыз. Араластырып болғаннан кейін керек мөлшердегі ұнымызды саламыз. Және де барлығы осы описанияда жазылып тұр. Мөлшерлерінің барлығы астыда, видеоның астында описанияда жазылып тұр. Қажет мөлшерде ұнымызды салып, жақсылатып, оны илеп, қанғанша дейін қолымызды майлаймыз да тағы да бір басамыз. Көтерілгенше дейін алып қоямыз. Жарты сағат 40 минуттың ішінде көтерілетін болады. 2 пицца жасауға арналған тестамыз дайын болады. Құрметті көрермен, менің каналымның рецептері ұнап жатса, рецептерге лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Күнделікті рецептерімді жіберіп алмаңыздар. Және де мен пиццаға әрдайым осындай моцарелла сырын қолданатын боламын. Сол кезде өте созылмалы болып, кафедегідей пиццериядағыдай болып шығады. Бірден пергамент қағазына осылай тестамызды жайып дайындап аламыз. Үстіне болгарский
кетчупты қолданамын. Өте дәмді, ащы болмайды. Және де өзіңіз білесіз, үстіне колбасаңызды немесе помидорыңызды қойып жасай беруіңізге болады. Үстіне міндетті түрде моцарелла сырын қолдансаңыз созылмалы болып шығады. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 8-7 минутта пісіп шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Кез келген тағамның қасына жасасаңыз болады. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецептерде кездескенше сау болыңыздар.